Енді мен сіздерге бизнес туралы видеомды ұсынамын. Бизнес туралы видео көбіне алдында богатое мышление деген туралы айтып өткенмін. Кийосакидің кітабынан бизнес туралы білуге болады. Жалпы және де Марғұлан Сейсенбай маған да бизнес туралы оның ойы ұнайды. Кийосакидің айтуы бойынша біздің бизнес бастауымыз үшін қатты ақыл керек емес, ол жаңағыдай өзінің профессор әкесі және де бизнеспен айналысатын адам туралы, яғни екіншісі богатый папа деп айтады, сол туралы екеуін салыстырмалы түрде айтады. Профессор болады, өмірі қаржылай, жаңағыдай қиналады, сондай налогтарын төлейді, қарыздарын төлейді, сонымен жынданып жүретін, бірақ миы қат істейтін, көп нәрсе білетін профессор туралы айтады. Сосын екіншісі ол жаңағыдай бизнес бастаған адам туралы. Сонымен бизнес туралы мен не айта аламын? Әрбір адам бизнес деген ол предназначение, адам өзінің предназначениені Брайан Трейсидің кітабында тоже, тағы да үшінші кітап айтады, кішкентай кезіңізде сіз немен айналысқан жақсы көрдіңіз, немесе қазір немен айналысасыз, және сол сізге ақша әкеледі. Даже сізге ақша төлемесе де сонымен айналысуға дайын зат, ол сіздің сол предназначениеңіз. Немесе кішкентай кезде, жаңағыда 10-13 жасыңызда болған кезде сіз немен айналысқан жақсы көрдіңіз? Біреулермен жаңағы мұғалім болып отырған жақсы көрдіңіз бе, немесе бірнеке құрастырған жақсы көрдіңіз бе? Сол сіздің өмірдегі нақты ісіңіз сол болып табылады. Және де Марғұлан Сейсенбайдың сөзі бар, мүмкін сіздер естідіңіздер, мүмкін естімедіңіздер. Адам бір жерге лақтырылған военный сияқты дейді. Военный, бірақ оның памяти жоқ. Ол жаңағыдай құралдарына қарайды. Мылтық, сол сияқты жаңағыдай тағы да бір суы болсын, немесе сондай, ол түсінеді, что ол военный, елді, жерді қорғау. Және де ол предназначение тура сіздің алдыңызда тұрады. Мысалы, мен деген тоже түсінбедім, мен видео түсіремін, тамақ пісіремін деген, мен может что-то великое, да? Может, ондай емес, мен деген жаңағыдай инженерный компания ашуға, мысалы, жаңағы Тесла сияқты, или болмаса мен ученый шығар, мен бір наукада прорыв жасайтын шығармын. Барлық сияқты болуы мүмкін емес. Жаңағы тура өзіңіздің жаныңыздағы нәрсе, вот сіздің предназначениеңіз. Может, күнделікті істеп жүрген нәрсеңіз, может, сіздің бір какой-то проблема шеше алмай жүрсіз, соның шешімін білесіз, сол сіздің предназначениеңіз. Әрбір, мысалы, сізге бір қиындық туылса өмірде, бір қатты бір қиындық, ауыр іс болса, сіз оны шешім таба білсеңіз, басқаларға да может сіз айта аласыз оны, өміріңізде бір сондай жағдай болған шығар. Сол сіздің нағыз предназначениеңіз, яғни извлеченный урок деп айтады, Сол сияқты өзіңіздің қасиеттеріңізге, қандай энергетикаңыз бар, мысалы, қайсыған бейімсіз, қандай сізде қасиеттер бар, соның барлығын сосын тағы да бір жағынан, тағы да мен психология зерттеген кезде бір нәрсеге, бір адамға қарап фанатить етесіз ғой, бір адам сізге қатты ұнайды, ол сол адамға сіз ұқсас болсын. Может, сіздің сол адамға сіз жаңағыдай ұқсас болғыңыз келеді, ол да бір бизнес-вумен шығар, может, оның бір қасиетін шығар. Мысалы, даже блогерлерді, элементарный блогерлер, мысалы, маған Самойлова несімен қызықтырды, себебі у нее было кесарево сечение, у нее было 4 кесарево сечение. Мен бірінші кесареводан кейін ойладым, ой, блин, көп бала хотела, 4 бала хотела, кесаревоны каждый раз кескен не хотела. Сол кезде ойладым, она же тоже смогла. Сол сияқты сіздер мені көріп отырған болсаңыздар, сіздерде менен аларларыңыз бар. Она же смогла, она же может, бастады ғой деген сияқты ойларыңызбен, жаңағыдай, или болмаса басқа бір адамды көріп жүрсеңіз, сол сондай бола аласыз деген сөз. Немесе жыныңыз келсе біреуге, ол да сіздің жаңағыдай сізде бар, яғни сіз де сондай бола аласыз. Осы қасиеттерге байланысты сіздер бизнесті, сонымен бизнес туралы бар білерімді айтқаным осы шығар, жалпы бизнес жайлы. Жаста маңызды емес бизнес бастау үшін. Мен ойлап жүретін, мен кішкентайым қарпысам, мен уже 30-ға келдім. Сол сияқты ешқандай жас ограничение болмайды. 18 жасында болуы мүмкін. 22 жасында, мысалы, бір қыз танимын, Wildberries'тан 22 жасында уже миллиондарын тауып жатыр. Оның өмірде қандай жағдай болғанын білмеймін, бірақ уже сондай кішкентай, мен уже ойлайтын, кішкентай мені, может, серьезно не воспримут люди деп ойлайсың, да? Какие-то тоже это мои затыки, да? Менің бір жаңағыдай айтқан тұжырымдамам, менің дұрыс емес, негативті, мені қоршайтын, маған жаңағыдай тор болатындай тұжырымдамалар. Сол тұжырымдамаларды просто алып тастаңыз да, алға қарай бизнестеріңізді бастай беріңіздер. Сәттілік тілеймін, жұмыстарыңыз бастаңыздар, мен сіздерге мотивация бердім деп ойлаймын. Тек қана алға.